Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқырмандар. Бүгінгі біздің қонағымыз абайтанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы Айжан Маратбекқызы. Қош келдіңіз, Айжан. Бүгін біздің білуімізше, ғаламтор желісінен көруімізше, Түркияда абайды зерттеуші ғалымдардың еңбектері топтастырылған ғылыми еңбек жарық көрген екен. Сол еңбектің ішінде сіздің мақалаңыз еніпті. Бүгінгі әңгімеміз сол жайында өрістеп деп едік. Рахмет. Бұл абай түркі дүниесінің білгіші деген үлкен ғылыми еңбек шықты. Таяуда 2010 жылы осы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналып, бұл еңбекте абайды зерттеген ғалымдардың, абайтанушылардың және басқа да ғалымдардың абай мұрасына арналған ғылыми мақалалары жинақталған болатын. Бұл еңбекке байланысты мен мақаламды, Абай және Мұхтар Әуезов деген мақаламды 2017 жылы Түркияға жіберген болатымын. Түркияда бұл 3 жылға жуық аударылып жатты, сол түрік тіліне аударып, таяуда міне дәл осы Абайдың 175 жылдығына қарсаңында Анкара қаласынан шықты. Менің білуімше, бұл менің мақаламды түрік филологы ғалым Нергиз Бирай аударды. Осы түрік әріптестеріне шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Бұл еңбек өте қомақты, сондай көлемді шыққан, 600 беттен артық. Менің сол ішінде Абай және Әуезов атты мақаламның өзі 10 бет көлемінде. Сонда бұл еңбек ұзақ 3 жылға жуық бойы аударылды, енді жарыққа шығып отыр. Яғни өте сәтті аударылған және де асықпай осы 3 жылға жуық жұмыс істеген біздің түрік ағайындарымыз, әріптестерімізге осы Қазақстанның ғалымдар атынан шын алғысымызды білдіреміз, ризашылығымызды білдіреміз. Жалпы қай елдердің ғалымдары еңбектенді ол жерге? Ол жерге барлық осы түркі халықтарының ғалымдарының еңбектері енді, Қазақстанның ғалымдарының да көп еңбектері, үлкен абайтанушы ғалымдардан бастап бертінге дейінгі ғалымдардың еңбектері енді. Бұл мақала, мен Абай және Әуезов деген мақала бердім. Ішінде мақалада Абай мен Мұхтар Әуезовтің арасындағы рухани үндестік, көркемдік тұтастық мәселесі сөз болады. Абайдың Мұхтар Әуезов шығармашылығына әсері, яғни бала кезден Мұхтар Әуезовтің Абай мұрасын санасына сіңіріп оқығаны, одан кейін Абай мұрасын өмір бойы зерттегені және Абай жолы роман эпопеясын жазуы, ғылыми еңбектерін, Абай Құнанбаев монографиясын жазуы, яғни бүкіл Абайдың мұрасы Мұхтар Әуезовтің шығармашылығына өзек еткені, екі ұлы алыптың арасындағы рухани үндестік мәселесі сөз болады. Әрине, Абай тақырыбы ол мәңгілік тақырып деп ойлаймыз. Сондықтан ұрпаққа да берері көп еңбек жарық көрген екен. Құттықтаймыз. Болашақта осы еңбектің оқырмандары көп болсын деп тілейміз. Енді алдағы уақытта осы түркі тілінде жарық көрген еңбектің қазақ тіліне аудармасы жасалып, біздің қазақстандық жас өрендерді рухани азық беріп, патриоттыққа тәрбиелейтін үлкен еңбек ретінде біздің тарихымызда үлкен із қалдыратындығына сенімдіміз. Әңгімеңізге рахмет, еңбегіңіз жемісті болсын. Рахмет. Біз енді өзіміздің ана тілімізде мақалаларымыз жариялап, осы отандық басылымдарда жарияланып жүр ғой. Биылғы жылы сол бір ерекшелігі сол түрік тіліне аударылып, Түркияға танылып жатқаны жалғыз менің ғана емес, басқа да менің ғалымдардың, үлкен ғалымдардың, жас ғалымдардың бүкіл еңбектерінің жарияланып жатуы бізді қуантып отыр. Және ең басты қуантып отырғаны, біз Абайдың мұрасын Түркияға танытып,
осы еңбек арқылы бүкіл түркі дүниесіне танылды деп айтамыз. Енді абай бүкіл әлемді шарлады, абай есімі бүкіл адамзаттың руханиятына айналатыны сөзсіз. Бүкіл әлем қауымдастығы абайға қазір иек артуда, абайға қарай барлығы жақындауда, абайды тануда. Біздің негізгі мақсатымыз абай мұрасын әлемдік өркениетке, әлемдік руханиятқа ары қарай танытуда, сол мұраны жалғастыру, зерттеуді жалғастыру және абай арқылы бүкіл қазақ халқын таныту, насихаттау болып отыр. Сол жұмыстарымыз алға қарай жүзеге аса берсін. Біз ғалымдар, зерттеушілер, абайды танытушылар талмай сол жолда еңбек ете берейік дегім келеді.